14-ші есеп. 14-ші есептің берілгенде шеңбер берілген. Шеңбердің мына қызыл ауданның көк ауданға қатынасын табу керек. Сонда мына қызыл сектордың көк секторға қатынасы табу керек қой, яғни. Сонда қызыл сектордың ауданы πr квадрат альфа бөлінген 360 деген формуланы қолданамыз. Сонда сектордың ауданы, мына қызыл сектордың ауданы сонда π радиусымыз 9 болғандықтан 81 көбейтілген 60 бөлінген 360. 60 пен 360 қысқарсақ 6 болады. Оны 81 мен 6-ны қысқартатын болсақ 2, мұнда 27 болады. Сонда 27 π бөлінген 2 болады екен. Ал көк сектордың ауданы 81 π көбейтілген. Мына бұрыш 60 болса, қалған бұрышымыз 300 градусқа тең. Сонда бізде 5, 6, мұны қысқартамыз 27-те 2 болады екен. Сонда 132. Енді бізде қызылдың көкке қатынасын табу керек. Сонда 27 π бөлінген 2-ні 135 π бөлінген 2-ге. π мен π қысқарады. 2 мен 2 қысқарады. 27 мен 130 қысқарады, астына 5 қалады. Сонда қызылдың көкке қатынасы 1-де 5 болады екен. Есеп шықты.